Сәлеметсіздер ма? Мен Икрамова Райхан Әбдібайқызы, Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының тумасымын. Мен сіздерге чынши өнімдерінің нәтижелігі туралы айта кеткім келіп отыр. Былтырғы жылы күз айында менің немере балам 12 жасар қатты ауырды. Аяқтары қақсап, жамбасы шатым деді, әйтеуір жатып қалды. Қатты ауырып, мүлдем жатып қалды. Сабақтан көп қалды. Бірінші тоқсан бара алмады. Екінші тоқсан тағы да қала бастады. Содан біз инфекционный больницаға анализ тапсырып көрдік. Сөйтіп бруцеллез анықталды балада. Больницаға жатқызып 21 күн емін алып шықты. Жақсы жазылып шықты, жақсы нәтиже берді. Бірақ шыққаннан кейін қайттан ауыра бастады. Содан кейін біз оны областная больница, детская больница, травматология бөліміне жатқыздық. Олар да жақсы ем жасады. Ем жасап, 10 күнде бала жазылып, жақсы болып шықты. Бірақ сол 2-3 күн өткеннен кейін, қандай диагноз қойды оған? Больницада оған мынандай диагноз қойды: коксартроз обеих тазобедренных суставов. Енді бұл диагноз 12 жасар балаға өте ауыр. Бала өсіп келе жатқан бала, оның болашағы бар. Оған операцияға жасағанға әлі ерте. Не істерімізді білмей қатты қиналдық. Содан больницадан шыққаннан кейін, қайта жатып қалғаннан кейін, біз чынши компаниясының өнімдерімен негізі бұрыннан да таныспыз. Бірақ сіңілім Гүлзира арқылы тағы да сол компанияның Гүлзираның нұсқаулығымен детский кальций алып ішкізе бастадық. Ертеңгісін сағат 9-да, кешкі сағат 5-те үзбей ішкізіп отырдық. Содан Аллаға мыңда бір шүкір, осы компанияға мен алып келген бір аптадан кейін бала тұрып кетті. Аттай шығып, күні бүгінге дейін өзін жақсы сезінеді, қатарынан қалмай, сабақтан қалмай шапқылап жүр. Ең бірінші Аллаға, содан кейін чынши компаниясына алғысым өте шексіз. Сіздерге көп рахмет. Тағы да бір айта кетер жайт бар. Содан кейін немере қызым бар. Ол 11-де, 1 жас кіші ұлдан. Ол ылғи басым ауырды, асқазан тұсын көрсетіп, басым деп жатып қалатын, жылап, сабақтан сұранып кететін, шыдай алмайтын. Содан оны біз больницаға тексертіп едік. Панкреатит, гепатит деген өте бір қорқынышты сондай диагноздар қойып тастады. ФГДС жұту керек деді. Содан біз бала әлі кішкентай, шланг жұлға жұтқанға ол өте қауіпті болатын шығар деп одан отказ бердік. Сөйтіп, жаңағы Гүлзираның айтуымен хитазан өнімін алдық. Хитазан өнімін 1 ай ішті. Қалай сол хитазан өнімін ішті, бірден қызым жақсы болып кетті. Ең бірінші Аллаға, содан кейін барып чынши компаниясының өнімдеріне, осы компанияда жұмыс істейтін барлық қызметкерлерге, бәріне алғысым шексіз. Істеріңіз алға бассын. Аман болыңыздар.